2023 жылғы бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы жұмыс істемейтін ата-аналарға республикалық бюджеттен 1 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыс істемейтін ата-анаға арналған жәрдемақылар мөлшері бірінші балаға 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 19.872 теңге, екінші балаға 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 23.495 теңге, үшінші балаға 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 27.083 теңге, төртінші және одан да көп балаға 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 30.705 теңге. Егер баланың анасы жұмыс істесе және ол үшін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік аударымдар түссе, онда ол туғаннан кейін мәсіктан бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда ай сайын әлеуметтік төлем алатын болады. Төлем мөлшері бала туғанға дейінгі соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысының 40%-ын құрайды. Бұл ретте ең төменгі мөлшері бала күтімі жөніндегі ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшерінен кем болмауы тиіс, ал ең жоғарғы мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақының 7 еселенген мөлшерінің 40%-нан аспауы тиіс. Басқаша айтқанда 2023 жылы ай сайынғы жәрдемақы 196.000 теңгеден аспайтын болады. Бала күтімі бойынша жәрдемақы қанша уақыт ішінде төленеді? Бұрын бала туғаннан бастап 1 жыл ішінде бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы төленетін. Енді оны 1,5 жыл ішінде алуға болады.